тамақ жоқ басқа бір не істесем болады мынау. Так, мына үйім өзімнің негізі әдемі. Мен басында бұл үйім менің негізі бір этаж болған, екі этажға алсам, ой. Қазір мынаны қойып жіберейін. Достар, менде бүгін қуанышқа орай менде креатив бар. Так, алдыңғы видеода менде креатив болмады, сондықтан көмір жаға алмадым да. Сосын көмірге барам деп машина ақша тауып болатын. Сол машинаны наукаға беріп жібердім. Қазір наука кетіп қалды басқа жаққа. Достар, енді мен не істесем болады бұл креативпен. Так, шетелдер қақта болу керек еді, үйлерінде емес пе. Так, шетелдер жоқ что-то, достар. Мына жылжай өзімізден, достар, мына менің жылжайым ғой. Просто шетелдерге подарок ете салғам. Нақты науканың үйі тұр. Так, мен осы ше бір нәрсе, мысалы, көл тасып кетсе, айтпақшы, достар, мен не істеп жатқанымды айтайын ба? Мына үйді мен өзіме салдыртып жатырмын. Так, бұл, короче, бүйтем. Қазақстанда үйлер бар емес пе, короче, сондай қылып салып жатырмын. Так, бұл 7 бөлмелі, достар. Так, мынау менің залым. Мынау кіре беріс керек. Мына жерде тамақ ішетін қылам ба деп тұрмын. Ал мына жерде менің дәлізім. Так, бұл жерде аяқ киім шешем, сөйтем, бүйтем. По идее, аяқ киім шешпей. Мына жерге бір бөлме қосып жіберсе болатын сияқты, аяқ киім шешетін. Мына жерге тамақ пісіретін болсам, мына жерге тамақ ішетін болсам, мына жер запасной болады. Мына жерге көп көмір ой, ошақ. Так, керемес бір, короче, қосымша бөлме, зал, кеңдеу. Мынау менің орта залым. Мына жерде бізде тоже бөлме, менің бөлмем. Мына жерде бізде төсек киім анау тұратын жер. Мынау бізде қонақ бөлме, достар. Мына жерде бізде қонақ бөлме салады. Мына жақта қоян жүр ғой, достар. Осы жер, короче, қонақ бөлме болады. Мына жерге көп стол анау әкелемін. Қонақтар келеді, достар, үйге. Сол кезде қонақтарды осы жаққа жайғастыратын боламын. Сосын столдарды жинап тастайтын қылып да, сосын мына жерге жататын болады қонақтар. Или қонақтарды мына жаққа жататын аласылам ба. Мынаны өзім бөлмем боламын, достар. Так, менде айтқаным, короче, мына жерде өзен тасып кетсе, или су тасқыны басқа жақтан келсе, или мұздар еріп кетсе, су тасқыны болса, сондықтан менде бункер жоқ. Менде бункер салу керек еді, достар. Бункерді қаққа салсам болады. Давай мына жерге салайын. Сосын мына катогым бар емес пе, мен мұзайдың менікі ғой. Осы мұзайдың менікі өзім салдырғам. Қазақстан туында өзім қададым. Заброшенный. Так, короче, бункер салу керек, достар, маған. Так, бункер. Давай, достар, мына жерде жоқ, өзім үйіме салайын. Үйімнің астына салайын да, достар. Қазір мына жерге салайын. Қар жоқ кетті, достар. Так, мына жерге өстейін да. Любой кезде кіріп кететін жел болса. Ойбай, достар. Что-то. Осы жерді дайындай салайын, достар, қайта. Так, бізде булыжникпен салайық. Давай, булыжник. Булыжник емес, мынандай тас әйтеуір. Осындай тас. Так, мынаны бетейін. Бет сала берейін. Қатты қоршамай қойсам болады шығар. Так, үстіне бетейін. Мына жерден кіретін жерім болса. Так, мына жерге өстем. Сосын мына жерге жауып тастасам, үңгірге салып жатырмын, достар. Көрді. Өстем. Өстіп кітте өзіме арналған. Жетелдерге де кіргізетін де қылып істеу керек. Не жетелдер таға алмай қалу мүмкін. Бұл кезде. Мынаны бетейін. Мына жерден бет сала салайын. Енді астын тексті керек. Мына жерге осындай алайық та астын. Өзіме ғана салайын, болды, өзіме ғана. Жетелдер өздері көреді, не істейтін. Крем деп атсақ, қысылып болса да сыямыз осы жаққа. Так, мынаны естем. Асты осындай болады. Крем жая салам, керек болса. Так, сосын бұл ауылда бізде дейтін бір жаман жер сет қатты ұстамайды, сондықтан бізде ноутбук, телефон дейтін ұстамаймыз. Бір минусы бар да. Бұл жерде қабарлайтын әйтеуір ауыздан ауызға тарап кетеді бірден. Так, өстейін. Мына жерді бір жауып салайын. Жоқ, мына жерден жабайын. Өстіп.
өйстіп мына алып тастайын да. Мынаны осы жерге қоямын, мынаны осы жерге қоямын, мына жерге қоямын. Мына жер, ой, мына үстіне мынау балшықтарды, жер блоктарды сындырайын. Бәрін сындырайын да орындарына анандай қойын. Құдық болып кеткен жоқ па достар, мынау? Че-то құдық болып кеткен сияқты, сондықтан бүйте салайын. Жоқ, астына 2 этаж қыла салайын да, болмаса. Мына жерге бүйтейін, сосын астына жителерді кіргізе саламын да. Жоқ, астына өзім тұрсам қалай кетеді екен? Давай астына достар өзім тұрайын да, жителерді үстіне шығара салайын. Өзім кайф боламын да, өзім жеке бөлмемде. Естем да, мына жерге өзім бөлмеме баратындай 2 этаж қыла салайын. Бірақ құдық болып кетті ғой. Ой, мына сындырайын да, мына жерге қоя салайын. Міне. Тек шетелдерге осы бола беретін сияқты. Холодильник анамны кіргізіп аламыз ғой, хабарлап атса. Тек міне істейміз да. Тамақтарды холодильникке салып аламыз, пакетке салып аламыз. Хоббишыларға салып аламыз, сандыққа салып аламыз. Сөйтеміз. Так болды, негізі барлық жер бітелді. Так енді мына жерлерге бізге светтер қою керек. Так светтер кәдімгі бункердің светінде алып қояйық та достар. Қазір мен светтер қояқты. Или обычный факелдер қояйын. Мынандай қоя берейін. Не достар, өйстіп қоям. Мынаны бүйтем да. Бүйтем. Бүйтіп жіберем. Үшін жалай жіберем. Мынаны бүйтем. Ой. Ана жерге қойын. Өстем. Мына жерге 5-6 жетел сек береді. Біздің ауылда онсыз да 5-6 жетел. Мына жерге өзім бөлмемде комнатада да. Бірақ осындай болса бола береді негізі. Так, енді төсегін бәрін кіргізіп алайын. Төсектер достар, бізде төсектер қайда? Төсек ізу керек. Төсектің арасында төсектің жоқ, міне тұрған. Так, өзімізге көк түс мен достар айтып кетейін, мен көк түс жақсы көрем. Сондықтан көк түс таңдап жатырмын. Мына жерге қойын. Свет жоқ, қараңғы. Мына жерге дуб қойын, ағаш. Сол ағашты мына жерге қойын да. Мына жерге өзім холодильник анамнан қойып алайын. Зат салатын. Сундук саласың. Или мынандай алып алайын. Мынадан мындай екеуін алайын. Мына жерге өсте салам. Кітті холодильник есін. Мына жерге аларды қоя салайын. Анамын осылып қоюға. Кейін физиканы жақсартып қояйық. Мына жерден бүйтіп тұрсын. Сосын болған сияқты достар, по идее. Так, маған хабарлау или картинка алайын. Так, енді мына жер қойында тамақ салып қоятын тарелке. Сіз музыка тыңдау керек қой достар, ішіп пыспай, кішкене қорықпай, билеп, анау-мынау істеп, шетелдер музыка ауыстыр дейді. Так, сундукқа, мынандай сундуктарға бір дискілер салайыныз, дискілер. Так, осы дискі, мына дискіні алайық. Мына дискі. 3 дискіні алайын. Міне. Так, ендеше сау болыңыздар достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Ұнаса лайк басып тіркеп кетейік достар. Менде осы ойдан бастап отқан аккаунтым достар. Дамытып жіберейік осы аккаунтты. Өткен бұрында мен 5-6 аккаунтым болды достар. Сол 5-6 аккаунттың бәрінен банға кетіп қалған болатын. Тек мен есігін жауып жіберейін. Сол банға кетіп қалған аккаунттардың бәрінен тым жақсы дамып кеттім. Бір аккаунттың 300-ге келдім, оны не істеп тастады. Ол кетіп қалды банға. 300 подписчикке жеткен аккаунтым, 50 подписчикке жеткен, 60 подписчик. Сөйтіп дамып келе жатырмын, бірақ банға кетіп тастайды. Неге екенін түсінбедім достар. ютубтан қарап жүрмін енді. Осы аккаунтты дамытамын деп шештім. Достар, лайк, подписаться деген кнопканы басып кетейік достар. Сау болыңыздар.